Сәлем қыздар, футболка тігеміз. Ол үшін қажетті лекаланың сызылу жолын мен сіздерге өткен видеода көрсеткен болатынмын. Жоғарыдағы ссылканы басу арқылы сол видеоға өтіп қарап сызып алсаңыздар болады, егер көрмеген болсаңыздар. Мінекей, сызып алған выкройкаларымызды матаға орналастырамыз. Төмен қарай 3 см қайырып тігетін боламыз етегін. Сол үшін 3 см, ал қалған жағынан, барлық жағынан 0,7 см тігіске бере отырып, осылайша сызып шығамыз. Алдыңғы және артқы бойдың мойын ойындысына ешқандай қосымша бермедім тігіске, себебі мен мойынды тереңдетіп қиып алатын боламын. Мінекей, барлығын қиып алғаннан кейін алдыңғы бойды оң бетін артқы бойдың оң бетіне қарата отырып, бір-бірімен беттестіріп қойып аламыз. Иық тігістерін бір-біріне келтіре отырып, оверлокпен тігіп шығатын боламыз. Егер де оверлок машинкаларыңыз жоқ болса, онда зигзаг тігісімен тігуге кеңес беремін, себебі прямая строчка ол матаның, бұл трикотаж матасы болғандықтан матаға созылуға мүмкіншілік бермейді. Сол себептен сіздердің киімдеріңіз тез арада жыртылып қалатын болады. Трикотаж өзі созылғыш мата болғандықтан оны оверлокпен немесе зигзагпен тіккен дұрыс. Мінекей, осылайша иық тігістерін қосып аламыз бір-біріне. Содан кейін міне артқа қаратай тіккен тігісті өтектейіп аламыз. Артқы бойға қарай өтекпен жақсылап бастырып аламыз. Кейін жеңді қондыратын боламыз. Жаңағы жеңнің белгілеп алған төбесін тігіске дәлме-дәл келтіре отырып, барлығын біркелкі инемен түйрелеп отырып бекітіп аламыз. Алдыңғы және артқы бойдың екеуінде дәл солай, осылайша бір-біріне жақсылап бекітіп аламыз. Кейін оверлокпен қосып тігетін боламыз. Мінекей, қосып тігіп аламыз осылайша. Матаның бір-бірімен дәлме-дәл бетпе-бет жатуына аса қатты мән беріңіздер. Мінекей, иықтарын қосып алғаннан кейін енді мойнын осы арада өлшеп алып, керекті мөлшерде ойып аламыз. Мен мінекей ойып алдым қажетінше. Енді мойынды өңдейтін боламыз. Ол үшін мойынды өңдеу үшін иық тігістерін бір-біріне бетпе-бет келтіріп, осылайша мойын ойындысын өлшеп аламыз. Менде 19 см жарт өлшемі. Яғни оны 0,8-ге көбейтеміз. 0,8 тұрақты, биіктігі 5 см, ал ұзындығы жаңағы 19-0,8-ге көбейту арқылы табылған осындай көк түсті матадан қиып аламыз манжеттік. 0,8, себебі кулерка менде слайкері матаның созымдылық қасиетіне байланысты 0,8 тұрақтысына көбейттік. Келесі видеоларда ол туралы толығырақ түсіндіріп өтетін боламын. Міне, кейін осы дайындап қойған манжетті мойынға осылайша тігіп аламыз. Тартып отырып, біркелкі тартып отыру арқылы тігіп алатын боламыз. Мінекей, тігіп болдық. Енді тігісті төмен қарай бастырып үтіктеп алып, сол тігісті бір жағынан бекітіп, декоративный строчкамен тігіп шығамыз. 0,2, 0,5 қандай аралықта аласыз, енді ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты, яғни бастысы астыңғы тігісті басып тұрса болғаны. Мінекей, осылайша асықпай отырып, айналдырып тігіп шығамыз мойынды. Мінекей, тігіп болдық. Енді жан тігістерін қосатын боламыз. Оң бетіне қарата отырып
бір-бірімен беттестіріп, осылай тігісті тігіске келтіре отырып, оверлокпен тігіп шығатын боламыз. Әрдайым тіккен кезде оң жақ беті үстіңгі жағында жату керек. Себебі тігісін артқа қаратай өтектейтін боламыз, ол бізге көрініп тұратын жағы оң жақ алдыңғы беті болғандықтан, алдыңғы бойды үстіне қойып, артқы бойды астына қойып, осылайша оверлокпен әдемілеп тігіп шығамыз. Екі жағының да жан тігістерін дәл осылайша бір-біріне беттестіре отырып тігіп алатын боламыз. Осылайша жан тігістерін қосып аламыз. Содан кейін, қосып болғаннан кейін, бұйымымызды оң аударып, төменгі жағын, яғни етегін оверлоктап шығатын боламыз. Бізде распашивалка машинасы жоқ қыздарға жасалу вариантын көрсетіп жатырмын. Яғни оверлокпен төмен жағын оверлоктап шығып, содан кейін қайырып тігетін боламыз. Мінекей осылайша етегін жақсылап оверлоктап шығамыз. Айналдырылып барлық жағын оверлоктап болғаннан кейін, осылайша футболкамызды қойып, бағана 3 см тігіске төмен жағынан қалдырдық қой, соны ішке қарай қайырып 3 см-ге өтекпен басып, өтектеп аламыз жақсылап. Өтіктеп болғаннан кейін, енді двойная игла дейді, қос инемен, осындай ине болады, двойная игла. Осы иненің көмегімен бір-біріне параллель екі түзу бойында жататын тігіс түсіріп аламыз. Сонда распашивалка машинкамен тіккен сияқты әдемі тігіс болады төмен жағында. Осылайша футболкамыздың етегін өңдеп шығамыз. Кейін енді бізде қалғаны тек жеңінде мойын сияқты өңдейтін боламыз. Дәл мойындағыдай жеңді өлшеп алып, одан 0,8-ге көбейтіп, шыққан санды сондай ұзындықтағы осындай манжет қиып алып, екі манжетті оң бетіне қарата отырып, осылайша бір-біріне біріктіріп қосып тігіп аламыз. Содан кейін тігісті екі жаққа бере отырып, осылайша осындай кольцо жасап аламыз. Жеңімізді сол теріс бетіне аударып аламыз. Ішіне осы манжетімізді салып, оверлокпен тігіп шығатын боламыз. Екі жеңді де дәл осылай оверлоктап тігіп аламыз. Сонымен біздің футболкамыз дайын болады. Видео қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қалдырсаңыз жауап беретін боламын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда жүздескенше. Мінекей осымен біздің өте оңай, тез арада тігілетін футболкамыз дайын болды. Балаларыңызға садикке, күнделікті үйге киюге тігіп берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.